Армысыздар, құрметті көрермендер, сіздермен бірге Заң Лайф арнасының жариялайық бағдарламасы. Естеріңізде болса, осыған дейін әлеуметтік желіде қызу талқыға түскен марқұм Арман Дүйсенұлының әйелі менің үйімді белгісіз біреулер тартып алғалы жатыр деген үндеу жариялаған болатын. Қазіргі таңда біз Алматы қалалық сотына келіп қалдық. Келуіміздің де себебі осы. Негізінде сот шешімі шыққан, алайда бұл істі өзінің қолына алған қорғаушы Тілеужан Кішкенебаев мырза апелляциялық шағым түсірген болатын. Қазіргі таңда апелляциялық шағым өтіп жатыр. Қандай шешімге келген туралы қазіргі таңда санаулы уақыттан кейін біз сіздермен міндетті түрде бөлісетін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Жалпы апелляциялық соттан қазір ғана шықтыңыздар. Іс қалай болып жатыр? Енді біз қазір апелляция алқадан өте жақсы көңіл күйде шығып отырмыз. Себебі бұған дейін Бостандық ауданы соты менің сенім білдіруші Алпысбаева Айсұлу мен Бейсен Арман ағамыздың қызының талаптары бірінші сатыда қанағаттандырылмай теріс шешім шыққан болатын. Енді бірінші сатыда сот білмеймін неге объективіне қарамаған, істі жан-жақты қарауға болатын еді. Себебі менің әріптестерім бар, менің сенім білдірушілерім барлығы сотта айтылды. Мына дәлелдемелерді алдырту туралы. Өйткені кейбір дәлелдемелерді сотпен алдырмаса, бұлай алдыру мүмкін болмады. Соның барлығын бірақ бірінші сатыда тыңдаған жоқ. Мына өкінішке орай біз апелляция шағымызды міне Алматы қалалық соты құлақ асып, 3 судья мына 2 отырысқа қалдырып, міне сөйтіп зерттеп жан-жақты бүгін оң шешім шығарып отыр. Сондықтан мына алқаға өзіміздің ризашылығымызды білдіреміз. Сонымен қатар міне естеріңізде болса, мына Арман Дүйсен ағамыздың баласы болған Абылай, соның атында үй болған. Бірақ белгісіз бір адамдардың қолына біз алдау арқылы, бір жаңылыстыру арқылы деп айтамыз ба, солай өтіп кеткен. Соны өтіп кеткен салдарынан бұл кісілерді үйден шығару туралы, ол кісі үйді алып алған адамдар шығару туралы талап қойған. Ол талап бірінші сотпен қанағаттандырып, бұл кісі үйден шығарылған сот шешімі. Бірақ міне алқа далада қалатынын біліп, міне үйден шығару туралы, олардың талабын қанағаттандыру туралы шешімнің күшін жойып, олардың талабын қанағаттандырып бас тарту туралы жаңа шешім шығарды. Және де бұл кісілердің басқа біреудің иелігіне өтіп кеткен пәтерді қайтадан бұл кісілерге өзіне қайту туралы жаңа шешім шығарды. Сондықтан біз неше күннен бері тілекші болып жатқан, тілеулес болып жатқан, өздерінің жаңағы жақсы пікірін қалдырып жатқан барша оқырмандарға, жалпы Қазақстан халқына өзіміздің ризашылығымызды білдіреміз. Мына кісілердің әйтеуір далада қалмайтын болды, үй өздеріне қайтатын болды. Соған біз жақсы көңіл күйде соттан шығып қайтып келе жатырмыз. Жалпы енді болашақта кассациялық сотқа қарсы тарап беру мүмкін бе? Енді алдағы уақытта кассациялық тәртіппен беру мүмкін, бірақ мен енді ойлаймын, енді кассациялық алқада ол жерде отырған судьяларды мына қалалық соттың шығарған әділ шешімін олар да қолдайды деп ойлаймын. Осы шешімді күшінде қалдырады шығар деген ондай да ойымыз бар. Өйткені бұл шешімді коллега 3 судья объективіне жан-жақты қарады. Сөйтіп барып осындай тоқтамға келіп отыр. Сондықтан осындай әділ шығарған шешімді кассация алқада қолдайды, өзгертпейді деп ойлаймын. Жақсы, рахмет. Мен өте алғысым шексіз Алматы қалалық сотына. Менің барлық құқықтарым қорғалды, дұрыс шешім шығарылды. Менің отбасы мүшелерім, менің барлық жаңағы біздің адвокаттардың қойылған барлық талаптарын орындады. Вообще, вот первая инстанция решения показалась ли вам странным? Мне говорили, что вы хотели примириться, пойти на медиацию, как бы выплатить долг, но в то же время и остаться при жилье, потому что жилье поделено на 2. На 2, ага, вот все про верно. это расскажите, странным казалось ли вам? Балам ол ақшаны алды деген перепискасында жаңағы несі болды, ат неді? Сообщениесі болды, ақыр мойында қарыз болып кетпесін деп, сол ақшаны төлеуге неге ол баламен сөйлесуге шақырдық, бірақ оған көнген жоқ.
мұқаш сен Мен заңгер Тілеужан Кішкенебаев. Қазіргі уақытта біздің Алматы қалалық сотынан шығып отырмыз. Өте жақсы көңіл күйде шығып отырмыз. Себебі өздерің естеріңізде болса, марқұм болған Арман Дүйсеннің жұбайы Алпысбаева Айсұлу деген бізге көмек сұрап хабарласқан болатын. Өзінің пәтерін өзінің баласының атында болған, баласының атында пәтерді басқа біреулер қолды қылған. Қазіргі уақытта соттың шешімімен сол қолды қылған адамдар бұларды үйден шығару туралы талап қойып, бірінші сатыда сот сондай үйден шығару туралы талабын қанағаттандырған. Қазір біз апелляция алқаға сол бірінші сотта қарсы талап қойған, яғни сол баласының атындағы мүлікті сатып алу шартын бұзу туралы, яғни мүлікті қайтару туралы сондай талап қойған, бірақ ол бірінші сотпен қанағаттандырылмаған. Біз енді апелляция алқаға қатысып өзіміздің шағымызды көрсеттік, яғни сатып алу шартының өзі формальды түрде жасалған, ешқандай да сату ниеті де болмаған. Абылай деген баласының оған тек қана залог ретінде алған үйді, бірақ сол залог ретінде деп алып, алдау арқылы оны сатып алу шартын жасап жіберген. Соның салдарынан қазір бұл кісілер далада қалатын болған, бұларды үйден шығару туралы сот шешім шығарған. Міне бүгін алқа үш студияға отырып, бүгін мына үйден шығару туралы талабын қанағаттандыру, бас тарту туралы жаңа шешім шығарды. Жаңағы бұл кісілердің баласының сатып алу шартын, алдану арқылы жасалған сатып алу шартын күшін жойды. Яғни бастапқы жағдайға келтірді. Яғни баласына да қайтып өтетін болды ол үй. Сондықтан біз енді алқаға өзіміздің ризашылығын білдіреміз. Қараңызшы, ол негізі мошенничество деп санала ма? Енді алаяқ деп айтуға енді ол әлі ертелеу, өйткені қазір тергеу амалдары жүріп жатыр. Осыған байланысты қылмыстық іс жүріп жатыр. Енді жаңылыстыру арқылы десек те болады. Жаңылыстыру арқылы, яғни сізге қарызға ақша беремін, мына ақшаңды қайтарғаннан кейін, мен үйді қайттан кейін қарай өзіңе беремін деп, мен атыма пока уақытша қоя тұр деп, сондай бір жаңылыстырып, алдау арқылы деп солай бір келтіруге болады. Енді бірақ өкінішке орай ол ақшаны қайтарып үйді аламын дегенге, оған ол адам бала қайтыс болып кетіп отыр. Жұмбақ жағдайда қайтыс болып отыр. Қазіргі уақытта осы қайтыс болудың себебіне қатысты қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары жүріп жатыр. Бала өз-өзіне қол жұмсаған деген, сондай қол жұмсауға жеткізген деген баппен қозғалып жатыр, бірақ ол біз күмәнданамыз, ол өз-өзіне қол жұмсау мүмкін емес, оған біреу қастандық жасаған деп ойлаймыз. Себебі бала, Асылып деген баланың қолы артта байлаулы түрде табылған, яғни қол байланған адам өз-өзін асу мүмкін емес. Сондықтан осыған байланысты біз жаңағы бірнеше сараптамалар, яғни эксперименттер жасайды. Ол баланы асылуға сондай мүмкіншілік, өткен патологтың биіктігімен жаңағы баланың бойының ұзындығы сәйкес келмейді. Осындай жағдайлардың бәрін тексеріп, эксперимент жасап, нақты бала өз-өзіне қол жұмсады ма, әлде біреудің қатерінен қайтыс болды ма, оның бәрі тергеу кезінде анықталатын болады. Кім күдікті деп ойлайсыз? Енді ол күдікті деп әлі біз айта алмаймыз. Оны енді нақтысын енді бірінші күмән енді мына үйдің пәтерді алған адам шығар деген күдік келеді. Өйткені Санжар деген ат аталды, жаңа марқұм болған Абылайдың баласының досы деп айтады. Үйді соның атына аударылған, үй аударылғаннан кейін артынша өліп отыр. Осының барлығы бір күмән келтіріп отыр бізге. Осы Санжар негізі немен айналысады? Маған айтқан БТИ-да істейді. Енді ол Санжардың нақты немен айналысатынын білмеймін, бірақ қарызға ақша берген деп естідік. Қарызға ақша берген деп, бірақ қарызға бере тұра, бірақ үйді заңсыз атына аударып алған. Расында да берді ақша. Сол қарызға берген деп естідік. Енді ол мына WhatsApp переписка дейді, өздері хат алмасу кезінде де сондай қарызға ақша сұрағаны көрінеді. Жоқ, осы залогтағы пәтерді Абылай төлеген сондай шоттары бар ма, бірдеңке транзакциялар бар ма? Жоқ, Абылай қарызға ақша алады біреуден. Сол қарызға ақшаның орнына маған үйді залогқа қоясын дейді. Сосын жақсы залогқа қоям дейді. Сөйтіп нотариусқа апарып, залог емес, оған сатып алу шартын жасап жіберген. Түсініңіз ба? Соның кесірінен, сатып алу шартын кесірінен үйінен айырылып қалып отыр. Бірақ та ақшасын берген жоқ. Ақшасын енді берді ма, оны ешкім көрген жоқ ақшаны. Ақшаны ешкім көрген жоқ. Ешкім көрмеген. Потом іс жағынан, осы старанын, туысқандарының, анасын недовольство, что дұрыс эксперимент жасамады, сол жағын кішкене айтып беріңізші. Енді тергеу шыны керек бұрмалаушылық жасалған, көп тергеу амалдарында берілген өтініш хаттар қанағаттандырылғанымен де қорғаушылар тарапынан, бірақ іс жүзінде атқарылмаған. Мен өткенде осы мәселе бойынша генералға да кірдім. Осы мән-жайдың бәрін ескертіп айтылдым. Тергеудің бұрмаланып атқан, ешқандай созбалаң салынып, жұмыс жүрмей жатқан айтқан. Осыған байланысты генералдан тікелей тапсырма беріп, қазір уақытта полиция басқармасы жұмыс жасап жатыр. Қай дәрежеде расследование? Әлі тергеу қылмыстық Бостандық ауданының полиция басқармасында қылмыстық әлі тергеліп жатыр. Әлі сотқа жақын емес. Жоқ, жақын емес. Әлі сараптамалар тағайындалды. Бұл сараптама жасалғаннан кейін тергеу органдары өзі процессуальный шешім қабылдайды. Айсұлу ханым, сізді шын жүректен құттықтаймыз. Осы тұрғыда бір-екі ауыз айта кетсеңіз.
Алматы қалалық сотына алғысым шексіз. Менің құқықтарым қорғалып, осындай дұрыс шешім шығарғанына алғысым шексіз. Жақсы, сіздермен бірге құрметті достар, Заң Лайф арнасының жариялайық бағдарламасы. Бұл істі біз басынан бастап соңына дейін өзіміздің бақылауымызда ұстағанбыз, әлде де ұстайтынын сіздерге хабарлаймыз. Сіздермен бірге Абай Мажидов және Алихан Мақсат, арнамыз қосулы болсын.